Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай жұп-жұқа дәмді болып шығатын құймақтардың рецебімен бөлісемін. Дайындалу жолын түсіндіретін боламын. Менің рецебіммен дайындап көруге кеңес беремін. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керегі жұмыртқа, қант, ыстық су, сүт, тұз, сода, сұйық май, ұн қажет. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сіздерде миксер болмаса, венчикпен араластырсаңыздар да болады. Оның үстіне сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Тағы да бір араластырамыз. Оның үстіне ыстық суымызды құямыз. Керекті заттардың мөлшерлерін видеоның астында описанияға қалдырамын. Сұйық май құямыз. Және де ұнымыздың жартысын салып, оның үстіне тұз, содамызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Және де екінші ұнның бөлігін салып, жақсылап түйіршік қалмағанша араластырып аламыз. Міне менде осындай масса шықты. Қызып тұрған табамызда, яғни сковородкамызда жақсылап майлап, блинімізді құямыз. Міне осындай жұп-жұқа, тесік-тесік, яғни ажурный болып піседі. Сіздерді жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.